Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Гүлжанат, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге жеңіл әрі дәмді формасын жақсы ұстайтын кремдердің бірі қаймақты кремнің рецептімен бөліскім келеді. Орысша сметанный крем деп аталады. Бар болғаны 2-ақ ингредиенттен тұрады. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Кремді дайындау үшін бізге қаймақ қажет. Қаймақтың майлығы 20%. Мен дүкеннің қаймағын пайдаланамын. Келесі бізге қант ұнтағы қажет. Қант ұнтағын мен әрдайым қолдан жасаймын. Блендерге қантты салып, соны еземін. Осы 2 ғана ингредиенттен біздің креміміз өте дәмді, жақсы болып шығады. Ал егер крем өте жақсы формасын ұстасын десеңіздер, онда осындай загуститель қосуға болады. Бұл бірақ міндетті емес. Мүлдем қоспай қоюға да болады. Онсыз да формасын жақсы ұстайды крем. Кремді жасау үшін қаймаққа біздің қант ұнтағымызды қосып, миксермен араластырамыз. Ең жай жылдамдығынан бастаймыз. Әрбір 30 секунд сайын көтеріп отырамыз жылдамдығын. Шамамен 2-3 минуттай араластырамыз. Міне формасын осылай ұстайды. Біз бұнда жаңағы қоюландыратын загуститель қосқан жоқпыз. Осылай ұстайды. Бұны пайдаланып тортқа жаға берсеңіздер болады. Ал енді осындай қоюландыратын, орысша айтқанда загуститель для сливок немесе для сметаны деп аталады. Соны қосатын болсақ, онда ол кәдімгі клейгеден жасалған крем сияқты формасын өте жақсы ұстап, дәмі де жақсы болады. Мына қараңыздар, формасын осылай ұстайды. Тағы да қайталап айтамын, загустительді қосу міндетті емес. Мен өзім загустительді мүлдем көп пайдаланбаймын, тек кейде ғана. Ал былай торттарға жаңағы қаймақты крем пайдаланған кезде қаймақ пен қант ұнтағын араластырып дайындай беремін. Осылай біздің креміміз 2 ғана ингредиенттен дайындалады. Формасын өте керемет ұстайды. Торттың жаңағы корждарына, ортасына жағуға болады. Тортты әсемдеу үшін де қолдануға болады. Қараңыздар, гүлдерді де жасауға болады. Керемет дәмді болып шығады. Қант ұнтағын өзіңіздің қалауыңызша да салуға болады, дәміне қарай. Сіздермен болған Гүлжанат. Видеоны соңына дейін қараған болсаңыздар, лайк қойып, комментарий жазып қойыңыз.